Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, астына өтіп тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздерге духовкада дайындалатын тағамның рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецепт өте қарапайым дайындалады, бірақ та дәміне келетін болсақ, ерекше әрі тез дайындалады. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен күрішімізді пісіріп аламыз. 2 стакан күріш алатын болсаңыздар, 4 стакан су құямыз. Су құйып, ішіне сұйық май, 1 ас қасық сұйық май құйып қайнатамыз. Күрішіміз дайын болғанша бізге 1 кабачок қажет. 1 кабачокты осылай дөңгелетіп турап аламыз. Және де 1 қызанақты тура осылай дөңгелетіп турап аламыз. Сол аралықта күрішіміз қайнады. Енді біз оның астын төмендетіп, газды жай отқа қойып, 20 минут күрішімізді бұқтырамыз. Біз енді тефтели дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз қажет. 1 пиязымызды ұсақтап тураймыз. Және де үстіне 300 грамм фаршымызды қосамыз. Күрішіміз пісті. Енді біз осы күрішіміздің 3-тен 1 бөлігін фаршымызға қосатын боламыз. Енді оған 1 жұмыртқа міндетті түрде қосып, үстіне тұз, қара бұрыш қосып, тефтелиге қолымызбен мықтылап араластырамыз. Енді үстіне заливка дайындайтын боламыз. Яғни бізге 2 ас қасық томат пастасы қажет, және де 2 ас қасық майонез немесе қаймақ алсаңыздар болады. Қараңыздар, томат пастасы мен майонезді осылай араластырамыз. Шанышқымен араластырғаннан кейін жылы су құямыз үстіне. Дәмдеуіштерімізді салсақ болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Заливкамыз дайын. Енді біз духовкада пісетін формамызды майлап аламыз. Майлап алғаннан кейін тефтелиімізді осы ыдысқа салатын боламыз. Тефтелиіміздің барлығын бір формаға келтіреміз. Келтіріп болдық. Енді орталарына кабачок, қызанақ қосамыз. Әр қайсысын тефтелидің орталарына осылай мен көрсеткендей қойып шығамыз. Енді осының бетіне тұз сеуіп, және де жаңағы дайындап алған заливкамызды құятын боламыз. Дайындап болдық. Енді духовкаға жібереміз. Яғни 200 градуста 40-45 минут пісіретін боламыз. Тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, алдағы уақытта сәтті дәмді рецепттерді күтіңіздер. Осы видеоның астына өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сұрақ қойсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астына өтіп тіркеліп қойыңыз.